Сәлем достар, ағылшын тілін нөлден бастап үйрену сабақтар желісінің бүгін 8-ші сабағы. Ең алдымен үй жұмысын тексерейік. I remember her. I remember her smile and her hair. I hope she remembers me. I hope she can find me. I hope she can hear me. I am a happy man. Міне, осы текстің дұрыс оқылуы дәл осылай. Келесі тапсырма. Берілген сөздердің транскрипциясы дәл осылай жазылады. Ал енді жаңа сабағымызға көшейік. Бүгін біз сіздермен дауысты и дыбысының оқылу ретін ары қарай жалғастырамыз. Кестеге сәйкес и және эй әріптері, сонымен қатар екі и қатар тұратын болса, ол бізге созылыңқы и дыбысын береді. Мысалы, tea, keep, fee, meet, tea, шай, tea bag, пакеттегі чай, бір рет қолданылатын. Leaf, жапырақ. Міндетті түрде сөздердің барлығын сөздіктеріңізге жазып отырыңыздар, себебі ағылшын тіліндегі сөздік қорымызды көбейтуіміз қажет. To eat, жеу, тамақ жеу деген мағынада. Және cheese, сыр. Көбінесе суретке түсетін кезде орыстар сыр деп айтады ғой. Дәл солай ағылшын тілінде сөйлейтін адамдар cheese деп көбінесе суретке түседі. Cheese, сыр. Келесі оқылу реті и және эй әріптеріне ди әріпін қосу арқылы бізде деген дыбыс пайда болады. Мысалы, had, bread, ready. Bread, нан. Had, бас. Сонымен қатар и эй әріптеріне дауыссыз дыбыстарды қосу арқылы да біз деген дыбысты аламыз. Мысалы, health, weather, heavy, breakfast. Жалпы бұл сөздер ағылшын тілінде қиын оқылатын сөздер болып саналады. Олар көп емес, уайымдамаңыздар, сондықтан барлығын біз сіздермен бірге оқып үйренетін боламыз. Heavy, ауыр. Weather, ауа райы. Breakfast, таңғы ас. Health, денсаулық. Wealth, байлық. Pleasant, приятный, яғни жағымды. S әріпі ерекше болып тұр, себебі мұнда pleasant. S әріпі з деп оқылып кетеді. Ал енді сіздерге тапсырма. Берілген сөздерді екі бағанға бөліп шығыңыз. Егер ол и деп оқылса бірінші бағанға, және деп оқылса екінші бағанға. Дұрыс оқылу ретіне байланысты дәл осылай екі бағанға бөлінеді. Қане бір оқып шығайық. Менен кейін қайталаңыз. Tea, leaf, cheese, meat, keep, bread, had, heavy, weather, ready. Біз бүгін сіздермен ағылшын тілінде есімдіктермен танысамыз. I
мен үнемі бас әріппен жазылады. You, сен. He, ол. Егер қазақ тілінде біз ол деп айта беретін болсақ, ұлға да, қызға да. Ағылшын тілінде ұлды бөлек, қызды бөлек айтамыз. Ұлға he, ал қызға she. It, ол жансыз заттарға. Мысалы, стол, тақта деген сияқты. Бірақ сонымен қатар ағылшын тілінде жануарларға it есімдігі қолданылады. Ал көпше түрде we, біз, they, олар. Ал енді экранға шыққан есімдіктердің барлығын оқып отырыңыздар. Егер бір есімдікті білмейтін болсаңыз, онда видеоны артқа қарай жылжытып, тағы бір оқып шығуға кеңес беремін. Ал бүгінгі сабақта біз сіздермен не үйрендік? Ең алдымен и әрпінің оқылу ретін аяқтадық. Сонымен қатар есімдіктермен таныстық, оның дұрыс оқылу ретінде білдік. Және үйге берілетін тапсырма осы сөйлемдердің барлығын жақсылап, қатесіз оқып шығыңыздар. Ал сіздермен болған миссис Мадина. Видео ұнаса, осы сабақтар желін оқып жүрсеңіздер, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye!